Баршаңызға қайырлы күн достар. Менің күнделікті тіршілік атты каналыма қош келіпсіздер. Менің есімім Мақпөпе. Менің бүгінгі тіршілігім қойдың құйрық майын тұздаймыз. Оған керек зат бізге қойдың құйрық майы, тұз, сарымсақ, лавр бұрышы және қара бұрыш, қызыл бұрыш. Енді біз бұл құйрығымызды қазір тазалап жуып алдым. Енді өзімізге ыңғайлы етіп бөліп аламыз. Маған енді осылай бөлік осылай кескен ыңғайлы, маған мен осылай бөліп аламын. Достар, мен өзіме ыңғайлы етіп турап алдым. Лавровый листі майдалап алдым. Чеснокты майдалап тоже турап алдым. Енді құйрықты тұзға жақсылап малып аламыз. Қанша тұз алады, сонша тұз алады. Барлығын осылай тұзға малып аямаймыз барынша. Міне достар, тұзға міне жақсылап малып алдық құйрығымызды. Енді мынау приправаларымызбенен чеснокты араластырып қазір енді осы құйрыққа бәріне араластырып шығамын. Мынандай приправа болды. Енді бұны осы құйрыққа бәріне жақсылап араластырып шығамыз. Чеснок барлық приправаларын салып, жақсылап араластырып алдық. Енді мен банкаға салып, маған холодильникте сақтаған ыңғайлы. Бұны енді салқын жерде сақтауымыз керек. Қазір енді бұны мен банкаға салып, холодильникте 2-3 сутка сақтаймын. Қара не деп түсінбей жатқан шығарсыздар, бұл кішкене ет кесіліп кеткен, ол ештеңе етпейді. Ал енді банкаға саламыз. Түбінде кішкене несінен түбіне салып жібереміз. Әр слойына мына тұз неміз приправадан әр слойына осылай салып отырамыз.
Мінекей достар, құйрығымызды тұздап араластырып банкеге салып болды. Міне енді осы бойы бетіне капрон крышка жауып салқын жерде сақтаймыз. Мен жағдайымда мен холодильникте сақтаймын. 2-3 сутка тұрады, 2-3 суткадан кейін дайын болады. Мінекей достар, құйрығымыз дайын. 5 сутка тұрды холодильникте. Негізі 3 суткадан кейін уже дайын болады, алып жей беруге болады. Енді мен ұзағырақ ұстадым, 5 сутка тұрды холодильникте. Енді осылай алып кесіп жей береміз. Тұзын кішкене былай қырып-қырып тастаймын. Қазір қыс ауасында нанмен жегенге өте күшті, тоқ жүресің. Әдейі осылай кесек-кесек қылып тұздаймын. Осылай керек кезде осылай алып турап-турап жей бергенге. Ал достар, міне 5 сутка дайындаған құйрығымыз дайын болды. Осылай турап-турап алып жей береміз. Назарларыңызға үлкен рахмет. Дайындап көріңіздер, өте дәмді. Келіп жеткен жаңа жылымыз молымен болсын, берекесімен болсын. Баршаңызға мол денсаулық тілеймін, жақсылық тілеймін, амандық тілеймін. Жаңа жылда жаңа табысқа жетіп, Аллам баршамызды жақсылыққа бөлесін. Қош, сау болыңыздар.